Сәлеметсіз бе, құрметті оқушылар. Мен физика пәнінің мұғалімі Жагапарова Галия Саматовна. Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз магнит өрісі. Магнит өрісі неге бізге қызықты болады? Айтыңдаршы, кім қалай ойлайды? Өйткені магнит өрісі деген ол материяның ерекше бір түрі. Неге ерекше деп аталады? Өйткені оны ұстап тұруға болмайды, көруге болмайды, дәмін алуға болмайды. Бірақ ол бар. Ол бар екенін бірнеше тәжірибелер бар. Соларды қарастырып өтейік. Магнит өрісі дегеніміз тогы бар өткізгіштің, қозғалыстағы электрлік заряды бар бөлшектер мен денелердің, магниттік моменттері бар бөлшектер мен денелердің төңірегіндегі кеңістікте, сонымен қатар электр өрісінің уақыт бойынша өзгеруінен пайда болады. Магнит өрісі қозғалыстағы электрлік заряды бар бөлшектер мен денелерге, тог бар өткізгішке, магниттік моменттері бар бөлшектер мен денелерге әсер етеді. Электромагнетизм туралы ілім екі қағидасынан тұрады. Бірінші қағида: магнит өрісі қозғалыстағы зарядтар мен токтарға әсер етеді. Екінші қағида: магнит өрісі токтардың және қозғалыстағы зарядтардың айналасында пайда болады. Магниттердің әсерлесу қалай болады? Қарастырып өтейік. Тогы бар жазық тұйық контур өлшемдері магнит өрісін тудыратын объектіге дейінгі қашықтықпен салыстырғанда өте аз. Магнит өрісін зерттеуге қолданатын тогы бар тұйық өткізгіш кеңістіктегі контурдың орналасу бағдары контурға жүргізілген нормальдың бағытымен сипатталады. Нормальдың бағытын 10 бұранда ережесіне сәйкес анықтайды. Яғни, бұранданы сағат тілінің бағытымен контурдағы ток бағытына сәйкес айналдырғанда бұранданың ұшының ілгерілемелі қозғалысының бағыты. Оны бірінші суреттен астында көруге болады. Егер тұрақты магниттің полюстарын екі бөлікке бөлсек, әрқайсысы екі полюсты болатынын байқаймыз. Демек, тұрақты магнит болады. Екі полюсты оңтүстік және солтүстік бір-бірінен бөлінбейді. Үшінші суретте астында магнит түтікшелерінің бағыты көрсетілген. Эрстед тәжірибесі токтың магнит өрісін қарастырайық. 19 ғасырдың басында дат физигі Эрстед маңызды ашылым жасады. Ол тұрақты магниттерге электр тогының әсерін байқады. Ол ұзын сымды магнит түтікшесінде орналасады. Сымнан ток ағып жатқан кезде түтікше айналады. Оған перпендикуляр орналасуына ұмтылады. Астындағы 5-ші суреттен көріп тұрасыңдар. Магнит сызықтары оң қол ережесі арқылы түсіндіріледі. Яғни, егер винтті өрістің сызықтары арқылы айналдырсақ, онда ол өткізгіштегі токтың бағытымен қозғалады. Магнит индукциясы. Магнит индукциясы дегеніміз не? Қандай шама ол? Векторлық, әлде скалярлық? Кім айталады? Векторлық шама дегеніміз не? Скаляр шама дегеніміз не? Сендер білесіңдер, векторлық шама дегеніміз бағыты бар деген сөз. Яғни, қандай физикалық векторлық шамаларды білесіңдер? Жылдамдық, үдеу, сол сияқты магнит индукциясы да векторлық шама, яғни бағыты бар. Ал скалярлық шамаларда векторлық шамалардың айырмашылығы бағыты жоқ. Мысалы, масса, жол, тағы сол сияқты. Енді қарастырайық. Магнит индукциясы магнит өрісінің күштік сипатын алу үшін енгізілген векторлық шама. Оның мағынасынан үш пара-пар әдістің кез келген біреумен негіздеуге болады. Бірлік жылдамдықпен қозғалып бара жатқан нүктелік бірлік оң зарядқа өрістің берілген нүктесінде магнит өрісі тарапынан әсер ететін максимал күшке тең шама. Яғни, B магнит индукциясы тең F көбейтілген M максимал бөлеміз Q0-дік зарядпен V, яғни жылдамдықтың көбейтіндісіне. Екінші, магнит өрісінің берілген нүктесінде токтың бірлік элементіне магнит өрісі тарапынан әсер ететін максимал күшке тең. Яғни, B тең F көбейтеміз M максимал бөлеміз I
көбейтілген L. I дегеніміз бізде ток күші, ампермен өлшенеді. L дегеніміз ұзындығы метрмен өлшенеді. Үшінші, магнит өрісінің берілген нүктесінде бірлік магниттік моменті бар контурға әсер ететін максимал механикалық күш моментіне тең шама, яғни B тең M максимал бөлінген PM. Магнит индукциясы мен магнит өрісі кернеулігінің өлшем бірліктері. Магнит индукциясының өлшем бірлігі Тесла. Яғни, егер 1 ампер сызықтық токтың әрбір метріне әсер ететін күш 1 ньютон болса, онда магнит өрісінің индукциясы 1 Тесла деп аталады. 1 Тесла тең 1 ньютон бөлінген ампер көбейтілген метр. Өлшем бірлігін есте сақтау керек. Тағда қайталаймын, магнит индукциясының өлшем бірлігі Тесла. Өлшем бірлігін анықтайтын формуласы H тең B көбейтілген μ нулевое. 4π көбейтілген 10-7 дәрежесі Генри бөлінген метр. Вакуумдегі магнит өрісінің индукциясы болса, онда өрістің кернеулігі 1 ампер бөлінген метр болады. Есеп. Тақырыпты түсіну үшін бір есепті қарастырайық. Ол есеп шығарылған мысал ретінде берілген сендерге. Бір текті магнит өрісінде күшті анықтандыр. Егер ұзындығы 20 см өткізгіш болса, ток күші 300 миллиампер, магнит өрісіне 45 градус жасай орналасады. Магнит индукциясы 0,5 Теслаға тең. Алдындағы берілген формуласы бойынша ампер күші B көбейтілген I көбейтілген L синус альфа, яғни магнит индукциясы мен ток күшінің және ұзындықтың олардың арасындағы синус альфа бұрыштың көбейтіндісіне тең. Осыдан F-аны табамыз, яғни күшті бәрін көбейтеміз. 0,5, 0,2, 0,3 және синус 45 градус сендердің білгенше түбірасты 2 бөлінген 2-ге тең. Сонда жауабы 0,3 ньютон болады. Тағы сол сияқты үй жұмысын есебін шығарасыңдар. Екі есеп берілген, алдындағы шығарылған есепке қарап, осы екі есепті шығарасыңдар. Назарларыңызға рахмет. Сендермен болған Жагапарова Галия Саматовна. Сабақ бәріне түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңыздар.